Сәлем, менің құрметті оқырмандарым. Бүгінгі біздің видеомыз қажетті материалдарға арналады. Егер каналым ұнап жатқан болса, тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші бізге кірпік жабыстыру саласында бастау үшін кірпік керек болады. Яғни бізге өзімізге ұнаған алдыңғы сабақтарда, келесі сабақтарда қандай кірпіктер түрлері бар екенін, қайдан алуға болатын барлығын көрсететін боламын. Ең бірінші бізге пинцет бізде көріп тұрғандарыңыздай бір ұшы үшкір, бір ұшы имегі бар пинцет керек болады. Одан кейін патчи, бұл көздің астындағы кірпіктерді фиксация жасау үшін қажет зат. Себебі кірпіктер жабыстырған кезде көздің астындағы кірпікпенен бір-біріне жабысып қалмау үшін қолданылады. Келесі бізде расческа, яғни бұл тарақ. Бұны біз кірпіктерді жасаған сайын тарап отырамыз. Енді келесі бұл микробраш. Бұл бізде кірпіктегі артық май, шаң, тозаңды алып тастау үшін қажет зат. Осы микробраш арқылы біз көптеген эконом жасауымызға болады. Алдыңғы сабақтарды көрсетемін. Енді бізде клей, менде бұл жерде клей, әртүрлі фирманың клейлері бар. Өзіңізге ұнағанын таңдап аласыз. Одан кейін скотч. Бұл жерде бізде көптеген қабақ түсіп кеткен адамдардың барлығын қабағын көтеріп, жаңағыдай өзімізге көмекші құрал ретінде пайдаланамыз. Бұл да бізге ең негізгі керек құралдардың бірі. Келесі, бұл ремувер. Өткен сабақта көрсеткенімдей, жаңағыдай керек емес кірпіктерді шешіп тастауға арналған. Кірпік түсейін деп тұрғанда, ал мынау бізде обезжириватель. Обезжириватель дегеніміз бұл жаңағы кірпікті шаң тозаңнан және де басқа заттардан тазартуға арналған. Мына микробраш екеусін осы микробрашқа сеуіп кірпікті біз деген шаң тозаңнан, әртүрлі майлардан тазартамыз. Себебі кірпік ұзақ тұру үшін құрғақ болуы керек. Каналыма лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Келесі сабақта жүздескенше.